Ассалаумағалейкум достар. Қазіргі мен сіздерге көрсететін видеода орыс азаматы қазақ халқының қандай қонақжайлы екенін, қиын қыстауда қалай көмектескенін қазақ халқы тағы бір дәлелдейді. Кетіп көріп жіберейік. Міне біздің Қазақстанда Тараздың шамасына келіп пойыз сынып қалады. Сол кезде міне вокзалда абдырап жүрген халыққа біздің қазақ халқы қалай көмектескенін қазір орыс өзі айтып кетеді. В общем, мне скинул наш подписчик видео. Под Таразом есть такой город в Казахстане. На ЖД станции поезд остановился на сутки. Какая-то произошла там техническая авария. Там был буран, сильный ветер был, там фуры даже уносило. И все голодные были, дети были, взрослые и так далее. И казахи купили, сложили скот, приготовили плов, всех накормили. И детей еще по домам поразбирали, чисто так, на время, чтобы они отогрелись. Вот это я понимаю поступок достойный. Ребята, вот так вот надо сплоченными быть. К сожалению, есть везде и плохие люди во всех нациях. Мы это тоже знаем. А есть такие хорошие.